Абу Хурайра радияллаху анху пайғамбарымыздан жеткізеді. Қай бір мұсылман, мұъмин адам дәрет алатын болса дейді, жүзін жуатын болса, сол жүзімен жасаған күнә, қателік, кемшіліктері, қарағаны болсын, қате кемшіліктерге, күнәларға, соның барлығы сол су арқылы жуылып, шайылып, жоқ болып кетеді дейді. Ең соңғы тамшысымен бірге. Одан ол қолдарын жуатын болса, сол қолымен ұстаған күнәлары сонымен кешіріледі. Ең соңғы ағып кеткен тамшысымен бірге. Аяғымен барған күнәлары кешіріледі, аяғын жуатын болса дейді. Ең соңғы тамшысы. Жаздың күндері әсіресе кейбір ғалымдар дәрет алып болғаннан кейін сүртінбеуді құп көреді. Өзі кеуіп. Себебі жаңағы хадистің мәтініне тікелей амал етуге тырысады. Ең соңғы тамшыға дейін тамып түсе берсе, менен жаңағы күнәларым көбірек кешірілсе деген мақсатта. Дәрет алып біткен кезде адам баласы күнәдан пәк таза болады дейді. Тағы да айтылып айтамыз, бұл жерде сол айтылып атқан күнә, ол кішігірім күнәлар. Үлкен күнәлар тәубе арқылы ғана кетіріледі. Абу Хурайра радияллаху анхудан жеткен тағы бір хадис. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қабірден өтіп баратып сәлем берді дейді. Қабірден өтіп баратқан кезде қабір иелеріне сәлем берді. Сәлемді кімге береміз? Тірілерге беріледі ғой негізі. Алла үшін ол қабірде жата ма, жердің астында, жердің үстінде бола ма, Алла үшін бәрібір ол. Оны да азаптай алады, үстіндегін де азаптай алады. Астындағыға да нығмет бере алады Алла, үстіндегіге де нығмет бере алады. Астындағын да Алла Тағала тірі қылып ұстап тұра алады қиямет күніне дейін, үстіндегілерге де жан бере алады. Алла үшін түк емес ол. Пайғамбар алейхиссалату вассалам шахидті өлмейді дейді. Шахидтерді өлмейді дейді. Тіпті тәні шірімейді дегенде риуаяттар бар. Пайғамбарлардың да тәні шірімейді. Аллах Тағала топыраққа харам етті дейді пайғамбарлардың тәнін шірітуге. Қабірді жай әшейін бір үңгір деп ойламаңдар. Не жәннат бақшасынан бір бақша, не тозақ үңгірінен бір үңгір дейді. Оның астында да адамдар не қиналып жатыр, не рахатқа бөленіп жатыр. Оларға амандасады дейді пайғамбар алейхиссалату вассалам барған кезде. Ассаламу алейкум, дәрі қаумин мұъминин. Мұъминдердің дәрі дейді. Дәрі деген үй ғой. Бәріміздің соңғы тұрақтайтын үйіміз сол. Біз мына жерді көбінесе абаттандырып жатырмыз, тастап кететін жерімізді. Ұзағырақ барып тұратын жерді ойлап атқан жоқпыз. Мәңгі тұратын жерге қамданып атқан жоқпыз. Ұзақ деп атқан себебім қиметті күтіп қиналып жатады екен о жердегі барзах әлеміндегілер. Жақсы адам болып өткен болса, лезде өтіп кетеді. Көзді жұмып ашқандай. Қабірдің алдынан өтіп баратқанда аталарымыз бұрын дұға етіп, сәлем беріп, дұға етіп, артынан қиямет жақын деп қоятын. Қиналып жатқандар болса, қиметті күтіп жатыр ғой, қашан келеді екен. Мына азаптан құтылсақ дейді. Білмейді, оның ар жағындағы азап одан да қатты екендігін. Тозаққа болса, тозаққа барайықшы, ертірақ есепті бастасыншы деп қиметтің азабында шыдай алмайтындар болады. Білмейді, тозақ одан да қатты екендігін. Пайғамбар алейхиссалату вассалам сәлем беріп болып, біз де Алланың қалауымен сендерге қауышамыз. Яғни бізге де сол күн келеді, біз де қауышамыз деп дұғасын сәлем беріп болған екен, сөйтіп айтты дейді. Бауырларымды көргім келеді деп сөзін жалғады ары қарай дейді. Яғни біз де өтіп кетеміз. Менің бауырларымды көргім келеді. Сонда сахабалар айтады, біз емес пе бауырың? О, Алланың елшісі деген, жоқ, сендер асхабымсыңдар. Менің бауырларым менен кейінгі келетіндер дейді. Бізді көрмей, мені көрмей, маған иман еткен деп, яғни сахабалардан кейінгі дәуірден бастап бәрімізді айтып жатыр. Сонда, о Алланың елшісі, оларды қалай танисың дейді ғой. Сенің бауырың екен қақтан танисың? Қиметті адамзат, бізге дейін кеп кеткендер бар, қаншама. Солардың барлығы болады, оларды қалай танисың деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оларды дәрет алған орындарының жарығынан таниым дейді, нұрынан таниым дейді. Жаңағы
тобырдың ішінде қасқабас жылқылар келе жатса дереу танисың ғой. Соны мысал қылып келтіреді. Сендер өздерің өзіңнің жылқыларың танисыңдар ғой дейді. Топтың арасында келе жатқан кезде қасқасынан оның маңдайындағы жарқырап тұрған мен де танимын дейді, үмметтерім дейді. Ол қап-қара ешқандай басқа түсі жоқ жылқыны мысал қылып келтіреді. Соның аяғында немесе ағы болатын болса, маңдайында ағы болатын болса, алыстан дереу көзге түседі ғой. Дәл солай мен де үмметтерімді сөйтіп танимын дейді. Аллах Тағала баршамызға сол күні пайғамбар алейхиссалату вассаламның таныған үмметтерінен болуды нәсіп етсін. Сөйтіп мен оларды алып хауызға қарай бастаймын дейді. Хауыз деген бұл жердегі Кәусар бұлағын айтады. Пайғамбар алейхиссалату вассаламға берілетін бастау. Соған қарай мен оларды бастап барамын дейді. Бұл пайғамбарымызға берілген ерекше нығметтердің бірі. Қияметтің күні бүкіл үммет келіп, ол кісінің қолынан сол жерден су ішеді. Аллах Тағала солардың қатарында етсін баршамызды. Және де сол Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбар алейхиссалату вассаламнан жеткізеді. Сендерге күнәлар кешіріліп, дәрежелер көтерілетін нәрсені айтайын ба, білдірейін ба дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Айтыңыз о Алланың елшісі. Сонда қиын шақта болса да дәретті толыққанда алу деді. Қиын уақыттарда дәрет алған кезде жылдам ала саламыз. Күн суық болуы мүмкін, су суық болуы мүмкін, немесе бір жағдай мүмкіншілік болмай тұр. Сол уақыттарда дәретті толыққанда алу деді. Адам дәрежесін көтеретін нәрселер екен. Мысалы, көпшілік орындарда болады. Дәрет алу ыңғайсыз. Жұрттың бәрі келіп, қолын жуатын жер болады. Сіз жерге аяқ көтеріп жуып отыру, шынында да ыңғайсыз. Кейбіреулер ерініп сол кезде нәскиіне мәш тарта салуы мүмкін. Бар дейді ғой, әйтеуір бір басқа алады ғой, әйтеуір көрдік қой, сол бекер емес шығар, сол бір айтқан екен ғой, болады екен ғой деген секілді. Дәретіңіз толық болмайды. Қалай істеу керек? Ана жерде жеркендіру керек па дінімізді? Жоқ. Аллах Тағала бізге қашанда шығар жол тауып береді. Су таппасаң таяммум қыл дейді ғой енді. Жоқтан бар жасау үшін әжетханаға кіресіз ғой. Әжетіңізді өтейсіз ғой құманмен. Сол кезде бірінші аяғыңызды жуып аласаңыз. Іште аяғыңызды жуып алыңыз. Сыртқа шығып, кейін бет қолыңызды жуып мәс тартып кете бересіз. Дәреттің тәртібін бұзасыз. Ханафи мазхабында тәртіп шарт емес. Тәртібін бұзасыз, бірақ дәретіңіз толық болды. Адамдарды жеркендірген жоқсыз. Осы намаз оқимын дейді, нан істеп тұрған тірлігін қара, мен қазір бұл жерге қол жуамын ғой, басқа тағсын. Дұрыс айтады, иә. Біз дінімізді жек көрсетіп қоймайық. Ислам негізі кез келген адамға сүйікті дін. Мұсылмандар ғана оны не істеп отыр? Жек көрсетіп қойып отыр. Кейбір кездерде, кейбір қылықтарымен. Жаңағы дүние тәртіп бұзу. Енді жоқтан бар деп жатырмын ғой. Әрине, тәртібімен алған жақсы. Егер мүмкіншілік бола тұрса, кезекте жоқ ешкім, онда бет қолыңызды жуып алып, кейін құманды алып ішке кіріп кетіп, аяғыңызды жуассаңыз, ол нұр үстіне нұр. Жуған мүшеңіз кеуіп қалатын деңгейде уақыт өткізіп алмасаңыз болды. Уақыт мәселесі. Бұл жерде уақыт өткізіп алу. Кептіріп келесі мүшені жуып атсаңыз, ода тұрған ештеңе жоқ. Кеуіп қалды, жоқ, ұзақ жүріп қалмай. Бір жерді жуып алдың, біраз уақыттан кейін барып, екіншісін жудың, біраз уақыттан кейін аяғын жуып атсың, сондай ұзақ уақыт болып қалмау керек. Егер мүмкіншілік мүлдем жоқ сондай. Бірінші этажда әжетхана, төртінші этажда дәретхана болатын болса, енді амал жоқ қой, Аллах Тағала да көріп тұр. Сіз парызыңыз, сіздің намазыңыз шығып барады, тағысын тағы. Содан кейін мұсылман адам көбінесе өзінің намазына, құлшылығына қарай ыңғайлану керек. Біз өзіміздің жұмысымызға қарай намазды құлшылықты ыңғайлап аламыз ғой көбінесе. Бір жерге барсаң, шығатын уақыты қашан деп жаңағы. Шығатын уақытын біліп алсам болды дегендей. Намаздың уақытына қарай жұмыстарымызды ыңғайласақ дұрыс болады. Себебі намазы дұрыс болмаған адамның басқа жұмысының бәрі дұрыс болмайды.
Ол өзінің ақырет үшін Алланың алдындағы парызын дұрыстап істемеген адам, сіз оған басқа жұмыс тапсырсаңыз, оны да айғайдама оның дұрыстап атқару. Себебі ең негізгі ұлы нығмет болған нәрсе біздің намаз. Алланың алдындағы ең құлшылықтарымыздың ішіндегі көп сұралатын, ең бірінші болып сұралатын, діңгектердің ең негізі болып тұрған нәрсеге бейғам болған адам басқа жұмысынан не күтеді соның? Сол үшін намазымызға қарай ыңғайланып, тіпті дәретті де соған. Мен ұстазымды көретінмін. Намаздың алдағы уақытта білет бір жерге бара жатырмыз. Ыңғайсыз болып қалады жолда десе, сол үшін тамақты да азайтатын, сусынды да азайтатын. Себебі жолда қиналып қалам ба деп. Намазын сөйтіп уайымдайтын. Сол үшін дәрет мәселесінде жаңағыдай өте мұқият болуымыз керек. Қиын уақыттарда дәрет алатын болсаңыз толыққанды, онда күнәлар кешіріліп, дәрежелер көтеріледі.